Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Бүгін сіздермен білім ал электронды журналында Zoom платформасының сілтемесін қоюды көрсететін боламын. Ол үшін сіздер Zoom платформасын ашасыздар, сол жердегі запланировать бөлімін таңдайсыздар. Сіздерде осындай терезе ашылады. Болатын күнді және уақытты таңдап қоясыздар. Астыңғы жағына қарайтын болсаңыздар, идентификатор конференция бөліміне өтесіздер. Бұл жерде міндетті түрде екінші команданы қоясыздар. Идентификатор персональный конференция. Себебі бұл сіздердің жеке өздеріңіздің барлық сабақтарыңызға қоя алатын, кез келген уақытта қосыла алатын идентификатор кодтарыңыз болады. Және астыңғы жағына түсіп қарасаңыздар, код доступа болады. Бұл жерге сіздер өздеріңізге ыңғайлы және оқушыларға да қолайлы болатын оңай кодты қоюларыңызға болады. Сохранить батырмасын басамыз. Конференция бөліміне өтетін болсаңыздар, осындай сіздерде терезе шығады. Копировать приглашение командасын орындаймыз. Және сіздерде бұл жерде сабаққа қосылуға болатын сілтеме сақталынады. Енді біз білім ал электронды журналына өтеміз. Материалы бөліміне кіреміз. Бұл жерде мен қосып қойғанмын, алып тастаймын. Добавить материал командасын орындаймыз. Және соңғы тұрған Zoom қосымшасының сілтемесін қоюды көрсетемін. URL адреске жаңағы көшіріп алған сілтемелеріңізді қоясыздар. Және болатын уақытын, күнін қоясыздар. 8 деп алдым. Уақыт 08:00 деп. Сабақтың қай уақытта болады, сол уақытқа қарай ыңғайластырып қоясыздар. Және название материалға тақырыпты жазуларыңызға болады. Және аннотация бөліміне қысқаша ғана мағлұмат беріп өтулеріңізге болады. Және астыңғы жағына қарайтын болсаңыздар, черновик деген бөлім тұр. Бұл жерге сіздер ешқандай да кнопка қоймайсыздар. Себебі бұл черновикті қоятын болсаңыздар, оқушылар сіздердің жазбаларыңызды көрмей қалуы мүмкін. Сохранить батырмасын басамыз. Және задание бөліміне қарайтын болса, енді задание бөліміне өтіп, өзіміздің тапсырмаларымызды жүктейміз. Материалы бөліміне жаңағы біздің сұрыптау бойынша салған сілтемеміз түсті.